Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? 16 наурыз 2022 жылы мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына кезекті жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты жолдауын бәріміз зейін қойып тыңдадық. Осы жолдаудың мән-маңызы ерекше болды. Жаңа реформаларды алға ала отырып, халықтың тұрмыс тіршілігін, мәдениетін мүмкіндігінше көтеру, ел экономикасы мен әлеуметін дамыту туралы көптеген мәселелер айтылды. Халыққа қажетті реформаларды жүзеге асыру менің мемлекет басшысы ретіндегі басты міндетім. Саяси жаңғыру болмаса, елімізді орнықты дамыту, ауқымды әлеуметтік экономикалық өзгеріс жасау мүмкін емес. Бұл анық нәрсе. 1-2,5 жылдың ішінде осы бағытта нақты нәтижеге қол жеткіздік, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Жолдау 10 бөлімнен тұрады. Біріншісі, президенттің өкілеттігі туралы. Екінші, өкілді билік тармағын қайта құру. Үшінші, сайлау жүйесін жетілдіру. Төртінші, партиялық жүйені дамыту мүмкіндіктерін кеңейту. Бесінші, сайлау үдерісін жаңғырту. Алтыншы, құқық қорғау институттарын күшейту. Жетінші, бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекеге қабілетін арттыру және азаматтық қоғам институттарын рөлін нығайту. Сегізінші, еліміздің әкімшілік аумақтық құрамын жетілдіру. Тоғызыншы, жергілікті өзін-өзі басқаруды орталықсыздандыру. 10-шы, дағдарысқа қарсы кезек күттірмейтін шаралар туралы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы деп аталды осы жолы. Бағана өзіңіз атап өткендей 10 бағдар бойынша өзекті мәселелердің барлығы көтерілді. Әсіресе қаңтар айындағы қақтығыстан кейін, қаңтар оқиғасынан кейінгі мәселелер ең өзекті мәселелер болып осы жолдауда көтерілді. Қазақта өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ деген сөз бар. Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы жолдауындағы ең бір біздің облысымызға жақын бөлімнің бірі ол Алматы облысының екіге бөлінуі. Яғни Талдықорған облысы, Жетісу облысы болып аталатын болды бұрынғы Талдықорған облысы, ал Алматы облысының аумағына жақын аудандар Іле, Қарасай, Еңбекшіқазақ, Жамбыл, Талғар аудандары сол жаңағы Алматы облысына бірігетін болды. Бұл бізге ең тиімділігі бұның жаңағы бұрында алыс аудандар, мысалы Жамбыл ауданы, Қарасай ауданы бір мәселе бойынша облыс орталығы Талдықорғанға салынбайды. Енді Қапшағай қаласының облыс орталығы болғандықтан өздеріне жұмыс істеуіне тиімділігі бар болатын болды. Сол сияқты бірнеше облыстар, Семей облысы бар, Шығыс Қазақстаннан бөлініп, өздері жеке Абай облысы болатын болды. Ұлытау облысы құрылатын болды. Осындай оңды мәселелер көптеген халыққа жақсы бір үміт сыйлады. Бұдан кейінгі сайлау мәселесіне қатысты мәселелер өте өзекті болды. Ендігі сайлау ашық және еркін түрде өтеді деген сенімдеміз. Осыған өзіміз сайлау комиссиясының мүшелері ретінде осы мәдениет үйімізде құрылған бізге де бір жақсы жаңалықтар, жағымды жаңалықтар алып келетініне сенімдіміз. Рахмет. Осы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауында соның ішінде 6-шы бөлімі құқық қорғау институттарын күшейту. Осы бөлімге тоқталып өтсем, Конституцияның ең жоғарғы заңды күші бар. Ата заңымыздың еліміздің бүкіл құқықтық жүйесінің тірегі. Алайда белгілі бір заң актісі немесе шешім оған сай келе ме деген сұраққа нақты жауап беру қиындық тудыратын кездер болады. Қазақстандағы түрлі құқық нормаларын Конституцияның кеңес түсіндіреді. Бірақ азаматтар осындай түсініктеме алу үшін бұл органға тікелей жүгіне алмайды. Көптеген мемлекетте конституциялық сот институты бар. Оған кез келген адам өзінің сұранымын жолдай алады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында мұндай орган Қазақстанда болған. Сарапшылар ата заң ережесінің мүлтіксіз сақталуын осы мекеме тиімді қамтамасыз етеді деп санайды. Соны ескере отырып, мен еліміздің конституциялық сот құруды ұсынамын. Мен прокуратура және адам құқығы жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заңдар қабылдау қажет деп санаймын. Бұл құжаттар заң тәртібін күшейту және құқық қорғау қызметін
ұдайы жетілдіру үшін қажет. Барлық деңгейдегі соттар шын мәнінде тәуелсіз, ашық және кәсіби болмаса, заң үстемділігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Мемлекет осыған орай ауқымды жұмыс жүргізуде. Алқабилер сот төрелігін жүзеге асыруға қоғам өкілеттілігін кеңінен қатысуына жол ашады. Қазақстанда алқабилер тек аса ауыр қылмыстар бойынша үкім шығара алады. Біз бұл саналы одан әрі дамытып, алқабилердің қарауына берілетін істердің санатын кеңейтеміз. Бұл жаңашылдық сот жүйесін демократияландыру және оған қоғамның сенімін арттыруға мүмкіндік береді. Енді осы жолдау жүректен шықты, жүрекке жетті деп ойлаймыз. Ең бастысы ұлттық құндылықтарға үлкен мән берілгеніне қатты қуандық. Мен Қазақстанның халқының ертең емес, бүгін бақытты болғанын қалаймын, деді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Президенттің осы уәдесі орындалып, қиын күндер артта қалатынына сенеміз. Президентіміздің уәдесіне сенейік, қолдайық, атсалысайық. Қолдайық.